Сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бірінші рет көріп отырсаңыздар, менің каналым жалпы не білем, не білмеймін, не үйрендім, сол туралы жалпы актуальный темаларды сөйлесе беремін. Яғни менің каналым әртүрлі тақырыпта, ешқандай ниша, белгілі бір ниша ондай таңдалған емес. Біз осы YouTube канал ашарда көбісі ниша жағынан қиналады ғой. Қандай ниша табам, қандай ниша жақсы өтеді, қандай нишада тез көтерілем деп көбісі сол жағынан қиналады ғой, сол жағын ойлайды, иә. А мен шетелдің каналдарын көрдім да. Шетелдің каналдарында просто реально көп ондай каналдар бар, которые адамдар просто далаға шығады, просто далада жүріп сөйлейді, немесе кухнясында, қараңғыда, ешқандай микрофон да жоқ, ешқандай свет те жоқ, әшейін сөйлесіп отыра береді. И сол просмотрлар миллиондап, яғни сол каналдар миллиондап просмотр жинап жатыр да. И потом мен де ойладым да, неге мен де солар сияқты ақша салмасқа, ешқандай ешқандай бір нишасыз просто осылай білген түйген заттарымен неге бөліспеске деген сондай ой келді. И сөйтіп бар күшімді жинап, бар ұялған сезімдерімді былай жауып тастап, осы каналда ақша салған тұғыммын. И қазірде сол үшін менің каналым әртүрлі тақырыпта осылай сөйлесіп айта беремін. Сол үшін каналыма қош келдіңіздер, көп сөйлеп кетсем кешіріңіздер. Яғни менің каналым қазір 750 подписчик и 3000 просмотрдан асады. Ал мен бір жыл бұрын, уже бір жыл болып қалады, осы 3-4 айда уже бір жыл болады. А бір жылдың ішінде мен 1000 просмотр, 1000 просмотр, 1000 подписчик, 4000 просмотр жинауым керек. Уже осы бір жылдың ішінде. Сол кезде бар монетизация қосылады менде. Поэтому мен қазір тез осы апта сайын осындай тамақсыз жатып, далада қыдырып келіп жатып, осындай видеоларды сала берейін, бар түйген білгенімді осылай айта берейін. Не обязательно, чтобы мен светте, там идеально бір жерде, студияда отырудың қажеті жоқ шығар деп ойладым да. И осылай мен де бастадым каналымды. И тез маған сол 1000 просмотрмен, 1000 подписчикпен 4000 просмотрды жинау керек болып тұр. И осылай шештім, осылай видеомды түсіре берейін деп. Может, сіздерге де интересно болатын шығар, яғни қарапайым қыз сіздер сияқты кухнясында осылай видео түсіріп YouTube каналға салып жатыр деген. Айтқым келгені, оказывается, YouTube каналда андай не да, барлығы идеально болудың қажеті жоқ екен. Яғни TikTokты білесіздер ғой, TikTokта қарапайым ауылда тұрып жатқан апайлар, қарапайым үйде, яғни сол TikTok более қарапайым халыққа арналған не да, әлеуметтік желіде сол адамдар көтеріліп кетіп жатыр ол жақта. YouTube'да сол сияқты деп жатырмын да. Яғни любой әлеуметтік желі, бірақ біз Инстаграмды көріп үйреніп қалғанбыз ғой, YouTube'да да миллион просмотр жинап жатқан каналдар идеально түсірілген. Біз сол идеальный заттарды көріп үйреніп қалғанбыз да, біздің де видеомыз идеально болу керек сияқты болып қараймыз. И ойлаймыз да, менде микрофон жоқ, менде свет жоқ, студияда түсіру керек шығар, оған идеально сөйлеу керек, мен вообще ойымда толық айта алмаймын деген сияқты сондай ойлар болады да адамдарша. Мен өзім сол сезімнен өткен, сол периодтан өткенмін да. И сол сезімдерді сіздермен бөлісіп жатырмын просто. Барлығымыз сөйтіп ойлаймыз да, біз қазақтар өзіміз сондаймыз ғой, қонақ шақырсақ та барлығын идеально қылуға тырысамыз, ыдыс-аяқтарымызға идеально болғанын қалаймыз, бар жағдайымызды жасап тұратын адамбыз да. Ол біздің қанымызда бар негізінде барлығын идеально жасау. Бірақ именно осы ақша табу жолында, бизнес жасау жолында идеальность керек емес екен. Яғни бір істі бастар алдын идеально жасалмау керек екен. Именно идеально болмай жатқан кезде жасап кету керек екен да, любой істі. Соны түсініп жатырмын да мен осы YouTube канал ашқалы ше. Сонымен бөлісейін деген. Яғни сіздер де егер
осылай менің светім жоқ, менің микрофоным жоқ, менің нишам жоқ, мен өзімді көрсеткім келмейді, ұяламын деген ойлар болады, бірақ сол ойларға қарамастан бір істі бастап кетсек, яғни сол қорқынышпен жүздесіп сол істі бастап кетсек, мен қазір 750 подписчикқа жетпес едім, егер мен сол әлі бір жыл бұрын әлі сол қорқынышпен өмір сүрсем ше. Соны ойлап қоямын да, қазір реально егер сол ұялшақ қыз болсам деген ой болады да менде. Мен алғашқы видеомды көріңіздерші, ол жақта да тура осындай киімде екенмін, оказывается, кажется, тура осындай киімдемін, и тура осылай пияз картошка ашып отырған видео ол жақта. Мен ол жақта сол осылай бөлісе салдым, яғни бар қорқынышымды жинап, осы қорқыныш ұялшақтықпен бетпе бет жүздесейінші деп өз-өзімді солай не істедім ше, так апардым, жүздестім сол сезімдермен, и солай түсіре салған видеом бар, ең алғашқы видеом сол. Қазір еще мен сол нәрсемен сіздермен бөліскім келді, яғни ешқандай идеальностьқа алып келмеңіздер. Бір іс, осы өмірде бір жетістікке жететін кезде еш нәрсе идеально болмайды екен, яғни идеальностьтан бастай алмайды екенсің жетістікке жету үшін. Бір әйтеуір бір нюанс болады. Все, идеально дегеннің өзінде бір нюанс тұрады, бір минус тұрады, по-любому. Бір ойланып қараңыздаршы, дейсің да. И тағы да бір айта кететін жайт, осы біз ойланамыз ғой көп, YouTube канал ашу, сіздерде де сол ой жүрген шығар, бекер бұл видеоны басқармаған шығарсыздар. YouTube канал ашуым керек, YouTube канал жасау керек, не істеймін, қайдай нишаны таңдаймын, сондай ойлар мазалаған шығар сіздерді талай, әлі де мазалап келе жатқан шығар. Мың түрлі ойлар, ананы жасау керек, мынаны жасауым керек, қосымша ақша табу керек, не істеймін деген ойлар, сол ойларыңыз сізге, оказывается, минус болып келеді екен, яғни энергияңызды алады екен сол ойлар. Егер сол ойды ойладыңыз, 2-3 күнде сол ойды жасап тастамасаңыз, хотя бы ең аз бір аптаның, ең көп бір аптаның ішінде сол ойды іске асырмасаңыз, ол ой уже сізге негативный энергия береді екен. Шаршайсыз, шалдығасыз, басыңыз қатып кетеді, басыңыз ауырады, бір істелінбеген жұмыс мида тұрады, и сол мидағы істелінбеген жұмыс энергияңызды алады екен. Содан шаршайсыз, еш нәрсеге желание жоқ, ондай моменттер болады ғой. Той, ананы жасауым керек, той деп, например, мен өзім сол периодтан 1000 сан өтем ғой, ананы жасау керек деген ше. Әлі де өтем, бірақ жасауға тырысамын да, бар күшімді жинап, жасай салайыншы деп, 1 минут, 5-ақ минут деп ше, и жасай саламын. Андай деп жасау керек деген сондай ойлар минус энергияға айналады да. И сол үшін айтатыным, бір идея келсе сізге, осы YouTube канал ашуда болсын, Instagram ашуда болсын, бір жұмыс істеуде болсын, бизнес ашуда болсын, бір идея келсе, бастаңыз. Вот, например, сізге идея келді, бір осы мектепке байланысты, бір қазір сезон ғой, мектеп ашылып жатыр, там бір сумка сатайыншы, скоро мектеп басталады, бір сумка сатайын, пеналдар сатайын, дәптерлер сатайын деген бір ой келді, например, осы істейінші деген. Вот соны бастаңыз, іздестіріңіз. Просто мен сізге сразу бастаңыз деймін, просто іздестіріп, қай жерде оптом сумкалар сатады, кім қалай сатады, ақшасы қанша. Это уже сізді энергияңыз плюске айналады. Яғни минусқа айналмайды, плюске. Яғни сіз одан сайын сізде уже мотивация пайда болады, ананы жасайын, ананы көрейін деген, ананы сұрайын деген энергия пайда болады да. И более такой ашық болып жүресіз. То же самое осы YouTube канал ашуда да бір ой келді, например, қандай канал ашу. Мысалы, жасанды интеллект, мен телеграм каналымда жасанды интеллекттерді тегін қолдану түрлері бар, тоже қарасаңыздар болады телеграм каналымда. Телеграм каналымда, осы YouTube каналымда бар жасанды интеллекттің тегін версиясы. Вот, например, соны көрдіңіз, осыны жасау керек деп, все, сол ойыңызға келді ма, сразу просто қарап отырыңыз, не істейді,
маған қалай жасайды, ChatGPT-ге жазыңыз, там сол жасанды интеллектке кіріп ішіне шұқылаңыз, мынау не каждый инструкциясын қараңыз, это уже оказывается плюс энергияға айналады екен. Яғни сіз уже сол ойыңыздағы бағытта әрекет етіп жатырсыз и плюс энергия алып жатырсыз. Түсіндіре алдым ба? Яғни менің түйгенім осы. Яғни барлық нәрсе идеально болмайды. Вообще идеально болмайды. Идеально болғанның өзінде идеально болмайды. Әйтеуір бір нюанс тұрады. Ең идеальный емес кезде бастап кету. Яғни сол ойға бір идея келді, мен бірақ ананы білмеймін ғой, ол қалай екен деп, анау жоқ менде бәрібір, оны жасаймын деген ойлар келеді ғой. Но вы постарайтесь іздестіріп, Алла тағала өзі жолды ашады екен, реально. Барлығы осы күнге дейін ең бастапқы менің алған сабағым, яғни еш нәрсе идеально болмайды. И екінші сабақ, ойда жүрген жұмыс, істелінбеген жұмыс минус энергияға айналады. Сол екі нәрсені түсінген кезде прям взрыв мозга дей ма менде. Сондай болды ғой. Андай. И оказывается, мен не үшін бастай алмай жатырмын, мен не үшін деп шаршап сөйтіп жүрмін, соның барлығының себебін тапқан сияқты болдым да. Себебі в этом, да, что еш нәрсе идеальный емес. И ойда жүрген жасау керек деген істі просто жасай бастау, кішкентайдан жасай бастау, и все, оказывается. И сол кезде сенде шаршау деген де болмайды. И ол плюс энергияға айналады. Наоборот, сен энергичный болып жүреді екенсің сол кезде. Сол үшін осы екі нәрсе мен сізге айтарым, надеюсь, көмектеседі деген ойдамын. Каналыма жазылып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, 1000 подписчикке жеткізейік осы жылы, иншаллах.